Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге тауық етімен кеспе дайындайтын боламыз. Кеспеміз өте оңай дайындалады, әрі дәмді болып шығады. Ол үшін біз бірінші етті осылай үлкендеу етіп турап шығамыз. Мен тауық етін қолдандым. Одан соң картопты да солай үлкен көбектерге бөліп турап шығамыз. Одан соң сәбізді де турап шығуымыз қажет. Одан соң қызғанбайға біздің етімізді, одан соң картоп пен сәбізді саламыз да жақсылап былғаймыз. Қатты қуырып қажет емес, одан соң үстіне су құямыз. Одан соң дәміне қарай тұз және де специяларды саласыз. Сосын жай отта жарты сағатқа қайнатамыз. Бұл аралықта қамырын дайындаймыз. Ол үшін біз бірінші суға тұзды араластырып аламыз. Одан кейін алдын ала еленген ұнымызға жұмыртқа және де біздің суымызды құйып, жұмсақ емес, орташа қамыр елеп шығамыз. Қамырымыз тым жұмсақ немесе тым қатты болып қажет емес, орташа болса жеткілікті. Одан соң біздің қайнаған сорпаның көбігін осылай сүзіп алып шығамыз. Қамырды елеп болған соң осылай ұн себелеп, жақсылап жұқалап қамырды жаямыз. Қамырымызды толықтай жұқалап жайып шыққан соң, үстіне ұнды себелейміз де осылай бүктеп шығамыз. Одан кейін видеода көрсетілгендей екіге бөліп, содан соң біздің қамырларды жұқалап кеспе етіп турап шығамыз. Бізде осындай жұқа кеспе дайын болды. Одан соң оны біздің қайнап тұрған сорпамызға саламыз. Кеспені салғаннан кейін сорпаның отын қатты қоямыз да бір қайнатып аламыз. Кейін біздің сорпа қатты қайнаған соң оны жай отқа қоямыз да 5 минут тағы да қайнатып аламыз. Сонымен біздің тауық етімен жасалған кеспеміз дайын. Сорпасы да кеспесі де өте дәмді болып шығады. Егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде дайындап көріңіз, ас болсын.